Қытайда тұратын этникалық қазақ кәсіби боксшы Бейсенбі Насиоллаұлы кеше ғана ақшта өзінің екінші жекпе-жегін өткізді. Бұл бәсекеде ол мексикалық Сауль Каральды қапы қалдырды. Калифорния штатының Индио қаласында өткен жекпе-жекте Бейсенбі бірінші жартылай орта салмақ бойынша сынға түскен болатын. Кездесу берілген 8 раунд бойы өтті. Ал оның қорытындысында төрешілер бір ауыздан қазақ бауырымызға жеңісті берді. Бұл кештің басты жекпе-жегінде американдық Эндрю Канчо ойда жоқтан никарагуалық Рене Альварадоға нокаутпен тұлып қалды. Канчо Альварадо кеші DAZN стримингтік қызметінде көрсетілді. Кешті Golden Boy промоутерлік компаниясы ұйымдастырған еді. 25 жасар Насиоллаұлы профи-рингте 2015 жылы дебютін бастады. 2017 жылы бірінші рет Қытайдан тыс жерде бокстасып, Жапонияда жеңіліс тапты. Ал Америкадағы алғашқы жекпе-жегінде ол ганалық Фредерик Лоусонға жол берді. Бұл 2018 жылдың сәуірі болатын. Бұл жеңілістеріне қарамастан Қытайда Бейсенбі өте танымал боксшы. Аспан асты елі кәсіби боксшыға үлкен үміт артып отыр. Ол енді кезекті кездесуін Қытайда өткізіп, қандайда бір чемпиондық белбеуге таласады дегенде жоспарлар жоқ емес. Бұл сөздің жаны бар. Қазіргі таңда кәсіби спорттың қай түрін алсаңыз да, Қытай нарығына қуана кіріскісі келеді. Бір ғана мәселе мықты спортшылардың аздығы. Бұл ретте Бейсенбі бокс бойынша елінің үмітін арқалап отырған спортшы. Оның тез арада әлемге танымал болуына мүмкіндік мол. Ең бастысы жақсылап дайындалып, берілген сәттерді мүлт жібермеуі керек. 2016 жылы британдық boxingmonthly.com электронды басылымы Насиоллаұлыны Геннадий Головкиннің қытайлық көшірмесі деп атаған болатын. Бұл ретте түр әлпетке емес, бокстасу мәнерінің ұқсатқандығы белгілі. Бейсенбі де өзінің бокста піртітар тұлғасы ретінде Геннадий екендігін жасырмайды. Біз жырақта жүрген бұл қандасымызға кәсіпқой бокста тек үлкен табыстар тілейміз. Елге неге келмейді деп те сынамаймыз. Өйткені ол кәсіпқой спортта қайда жүрсе де өзіне оңтайлы жерден жетістіктерге жеткен абзал. Жарайсың Бейсенбі. Қазақ деген ұлтыңды тек жеңістермен байланыстырып жүре бер. Өткен демалыс күндері тағы бір кәсіпқой бокстағы проспектіміз Әбілхайыр Шегалиевте кезекті жекпе-жегін өткізді. МТК Global промоутерлік компаниясы ұйымдастырған Дубайдағы бокс кешінде жерлесіміз угандалық Мухаммед Сибалямен қолғап түйістірген болатын. Кездесуде берілген 8 раунд толығымен өтті. 5-ші раундта Әбілхайыр қарсыласын нокдаунға жіберіп алған болатын. Ары қарай да төпелегенімен қара нәсілді боксшы соңына дейін шыдады. Қорытындысында қазақ төрешілердің бір ауыздан шығарған шешіммен жеңісіне қол созды. Бұл 25 жасар боксшының 8-ші кездесуіндегі 8-ші жеңісі. 4-еуі нокаутпен аяқталған. Шегалиев Дубайда осымен екінші рет рингке шығып отыр, ал жалпы оның өнер көрсету географиясы кең. Қазақстан мен Ресейдегі бокстасқаннан бөлек ол Гана мен Индияда да өнер көрсетіпті. Біз Әбілхайырды кезекті жеңісімен құттықтаймыз. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.